құдағи, физкультура сабағынан неше алдыңыз? Шыныңызды айтыңыз. Ұмытып қалдым. Назира, мектепте оқығанда дене шынықтыру сабағынан қаншаға оқыдыңыз? 5 алдым. 5-ке? А сіз ше? 5 жыл. 5? Екі құдағидың екеуі де дене шынықтыру сабағынан 5 екен. Ал енді ән сабағынан ше? 3 пен. 3? Сіз ше? 4. 4? Aynen. Біреу 3, біреу 4. Ал енді әдебиеттен қаншаға оқыдыңыз? 4. Сіз ше? 4-ке. 4-ке. Ой, бірма екеуі де тең. Ну, хорошо. 5-ті сабағынан 5-ті оқысаңыздар. 5-ті оқығандарыңыз шын болса бар ма, е? Жүгіріп барып қайтып бересіз екеуіңіз. Келемайсыз ба? Келемайсыз. Хорошо. Оны бір айтыңыз еді. Енді былай. Енді ән сабағынан екеуінде 4-ке оқып дейді. Мен бір әннің басын бастайын. Мына жаққа тұрыңыз. Жарысамыз. Қай жақ жақсы болса, мынау немеренің атын қояды. Мен бір ән бастайын, сіз қоштайсыз. Қоштамайсың, болды жеңілесің. Так, қарап тұрыңдар. 1, 2, 3. Сонау 60-70 жылғы өзіміздің сүйіп өткен әндерімізден бастайын. Сіз тыңдап тұрмыз. Алдымен құдағидан бастайық. Балауса қыз едің бір кезде, Шашыңа қонтик байлаған. Аяқтан болмай. Жоқ, той бүгін сіздіңке не? Той тегіз кімдікі болса, білек соныке. Құдеке? Бәрі маған. Аңсаған бақытым сияқтанып, Айтып келеді қияқтанып, жол-жаққа қараймын, сен жоқсың арайлым. Кешікпей келіңдерің, мен тұрмын еліңдеумен. Бәрекелді. Мынаяқ бір болды. Енді мақал жарысамыз. Мақал. Мен бір сөздің атын атайын, сіз соған мақал ұрайсыз. Так, күйеу. Күйеу 100 жылдық. Құда. 1000 жыл. Бала. Бала. Бала түзі. Керемет. Жаңбыр. Жаңбыр жауса жерге көрейін. Бәрекелді. Ал, қаяқты болды? Қаяқ озып жатыр әлі? Әлі міне озып жатыр. Ал енді жаңылтпаш айтамыз. Жаңылтпаштан 3-ші түр жаңылтпаш. Жақсы озған жаққа сый-сыйлық бір алтын тапсырамыз. Нәке дұрысқа білесіз ғой, е? Ал, құдағиға, жаңбыр жауып келеді қар аралас. Бір топ кемпір келеді шаң аралас. Бір топ сиыр келеді бұқар аралас. Бір жаңбыр жауып келеді қар аралас. Бір топ кемпір келеді шаң аралас. Бір топ сиыр келеді бұқар аралас. Қаласпай мен. Ой, ұқты ғой, қап, ал нәкем. Қайтарайсыз ба? Бір топ кемпір келеді шаң аралас. Жаңбыр жауып келеді қар аралас. Бір топ сиыр келеді бұқар аралас. Жаңбыр жауып келеді қар аралас. Бір топ кемпір келеді шал аралас. Бір топ сиыр келеді бұқар аралас. Ой, бәрекелді. Бәрі жеңіс біздің ауылдан. Ал, қол шабақтайық. Міне Нәзира, Құдай қаласа алғашқы немене ұл туып, атын өзі қоятын болдың. Мінекей Құдай қаласа той қыласың деп, енді осы жаңағы, енді сіздерге ендігі келесі жолы жақсылап дайындап келді, жай ма? Жоқ, мен әлеге талыспедім. Немере құдағиды. Міне ақылы бар. Дөпкегенде бойларың мен бойларың, жарасып тұр сезімдерің ойларың. Қос құдағи бүгінгі құтты болсын апажан тойларыңыз деп. Ал енді Найзира, мен батырдың жақсы тағатын құдағиларына алтын салмағы 50 килограммдық арыстың өзенінің түбінен сүзіп жүріп алған тамаша керемет алтыны. Батырымыз Абылай ханға ұқсайды екен деп, алтын да тас, тас та тас, алтындай болмас басқа тас, алтынға алтын қосылса, алтынды алтын тастамас деп, Құдай қаласа тастамайтын бұл қылдық болыңыздар. Құрметті құдағилар, жарайсыңдар, асараға көздеріңді сүзіп қарайсыздар. Бір-біріңізбен байыс билеуге қарайсыздар. Байыс билеуге. Қане, ортада құдалардың вайысы, асаба қаншайымның орындауында ән сіздерге арналады.